여러분 안녕하세요. 안녕하세요. Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіз. Менің атым Айғаным, корей тілінің мұғалімі, оқытушысы. Корей тілінен сабақ беремін. Бұл каналда біз корей тілін үйренеміз. Бүгінгі сабақта біз корей тілінің алфавитін үйренеміз. Корей тілінің алфавиті хангыл деп аталады. Яғни хангыл дегеніміз корей тілінің алфавиті, яғни корей тілінің әріптері. Олай болса, қазірден алфавитті үйренуді бастаймыз. Жалпы тіл үйрену дәрежесі бұл бірінші, яғни чогып деп атаймыз. Жақсы. хангыл의 창조, яғни хангылды пайда болу. Яғни қалай пайда болды? Кім жасады? Кім негізін салды? Оны ұлы император Сечон хангыл корей жазылуының негізін салушы. Хангыл 1446 жылы пайда болып, оның қалыптасуына, дамуына көптеген ғасырлар керек болды. Хангылдың бірінші, яғни алғашқы атауы, яғни Сечон, ұлы Сечон император, ол хангылды жасаған кезде оны хунмин чоңым деп атаған. Қазіргі атауы, яғни хангыл, яғни ол 20-шы ғасырда хангыл деп аталды. Хангыл күні бар, яғни бұл үлкен мереке, корей халқы үшін үлкен мереке, яғни жыл сайын 9-шы қазанда тойланады, оңтүстік Кореяда. Жақсы, алфавитті көрейік. Алфавит оқылу ережесі. Корей тілінің фонетикалық алфавиті хангыл 24 әріптен және 40 дыбыстан құрылады. Оның ішінде 10 дауысты дыбыс, 14 дауыссыз дыбыс және 11 дифтон және 5 қосарлы қос дауыссыздар бар. Жақсы. Қазір енді дауыстылар. Жағым дейміз, яғни дейміз дауыстылар. Дауыстыларды бастайық. Қалай оқылады? Оны үйренеміз. Сондықтан арада дауыссыздарды үйренеміз. Ең бірінші бұл А. Кәдімгі қазақ тіліндегі А. Аға ұқсайды. А дыбысына. Я, яғни бізде қазақ тілінде я деген дыбыс бар, я? Я. О біздегі оға біраз келеді, ұқсайды. Яғни о деп айта бастаймыз да, бірақ о деп айтамыз. Сонда тура осы дыбыс шығады. О. Келесі, тура осы жағдайда, мысалы, о дедік я. Енді оны я. Бұл я болады. Я. Біраз серт болу керек, серт дыбыс. О біздегі оға келеді. Келесі, йо. Орыс тіліндегі йо. Сол ол дыбысқа біраз қатты ұқсайды. Келесі әрпіміз бізде де у әрпі бар. Ю орыс тіліндегі ю әрпіне келеді. Келесі біздегі соған өте қатты ұқсайды. Соңғысы біраз созылмалы, созылмалы. Алдымен бәрін қарап шықтық, енді тағы бір қайталап өтейік. Я, о, я, о, ю, у, ю, и. Енді біраз тез айтсақ, я, о, я, о, ю, у, ю, и. Бұл дауыстыларды үйрендік. Келесі біз дауыссыздарды қарайық. Дауыссыздардың өте бір қызық жағдайы бар.
Мен қанша мысалы тілді қарадым, осындай дауыссыздың өзінің аты бар, атауы бар. Өзінің аты бар. Басқа тілдерде, мысалы қазақ тілдегі, қырғыз тілі, орыс тілі, оларда ешқандай өздерінің әрбір дауыссыз дыбыс өзінің атауы жоқ. Корей тілінде бар. Жақсы қарайық. К-ның атауы киоп дейміз. Оны дейміз. К бізде қалай оқылады? К-г. Яғни бұл буында оқылуында, мысалы буынның басында келсе К, буынның ортасында келсе Г. Н, өзінің аты Н. Т, тигіт, өзінің атауы тигіт. Яғни Т, Д деп оқылады. Яғни буында оқылуына байланысты. Р, риел. Біздегі Р, риел. Біздегі орыс тілі, қазақ тіліндегі Р біраз серт, біраз қатты, жуан Р. Корей тілінде ондай жуан емес, жіңішке. Сондықтан Р, ле. Осылай оқимыз. М, мим. М, кәдімгі біздегі М-ға келеді. Келесі дауыссыздарды қарайық. П, пиеп. Яғни бізде ол оқылуына байланысты, буында оқылуына байланысты П, Б деп оқылады. Келесі С, шиот, өзінің аты. С, ш. Бұлда біздегі С-ға келеді, бірақ біраз жіңішке дыбысталады. Ш, орыс тіліндегі щетка деген кезде келетін ш. Жақсы. Келесі қазақ тілінде бар бұл дыбыс. Носовой дейміз, мұрыннан келеді бұл дыбыс. Яғни иң өзінің аты, яғни және бұл дыбыс, бұл әріп дауыссыз дыбыстарын, дыбыссыз дейміз. Неге? Дауысының алдында тұрған кезде ол оқылмайды. Яғни мысалы А дейтін болсақ, аның алдында міндетті түрде бұл дыбыс келу керек, дауыссыз. Ж, жиет. Қалай оқыламыз? Ч, буында оқылуына байланысты. Келесі Ч, чиет. Кәдімгі Ч. Келесі лепті дауыссыздар. Лепті дауысы, яғни ауаның шығуына байланысты. Бұл жерде ауа біраз қысылып шығады. Сондықтан біз лепті біраз қысылып қатты шығады. Сондықтан біз оны лепті дауыссыздар дейміз. К, киет. К деп оқылады. Т, тиет. Т, П. Кәдімгі П деген орыс тілінде болатын болса, қазақ тілінде П. Бірақ біз оны кішкене серт, яғни қаттырек айтамыз. Сонда П, пип. Х, хит. Бізде де Х бар, бірақ ол Х, біздегі Х. Біраз кішкене қаттылау. Біз корей тілінде біраз жіңішке, яғни нәзік айтамыз. Сонда Х, хит. Бүгінгі дауыссыздар, яғни дауыссыздар осы. Жақсы, қайтадан бір қайталап өтемін. К, киік, К, Г, Н, нейін, Н, Т, тигі, Т, Д, Р, риел, Р, Л, М, миім, М. Келесі. П, пиіп, П, Б, С, шиот, Ш. Иң, дыбыссыз, дауыссыз дыбыслардың алдында. Ч, жиет. Ч, чиет. Келесі соңғы лепті дауыссыздар дейміз. К, киік, П, Т, тиет, П, пип, Х, хит. Жақсы, тамаша, керемет.
Жақсы, қайтадан бір дауыссыздарды бір рет қайталап өтейік. А, я, о, я, у, ю, и. Бұл дауыссыздар. Жақсы, дауыссыздарды қарайық. К, кио, ны, нин, т, тигіт, р, рил, м, мим, п, пип, с, шет, ың, ч, чиет, ч, чиет. Лепті дауыссыздар. К, кит, т, тит, п, пип, х, хит. Өте тамаша, керемет, жақсы үйрендік деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта біз корей тілінің, яғни хангыл дауыстыларды және дауыссыздарды үйрендік. Келесі сабақта біз бұл дауыссыларды қалай жазу керек, яғни өзінің принципі бар, қалай жазылу ережесі бар. Соған қарай оны жазуын үйренеміз. Сау болыңыздар. 안녕히 계세요. 사랑합니다.